Тоқта, тұр! Қолыңды көтер! Үндемеуге құқылысыз, сіз не айтсаңыз да сотта өзіңізге қарсы қолданылуы мүмкін. Ойлап, басып қатып кетті менің бар ғой. Мен де ойлап басым қатып. Ақшаны айтамын. Не істейміз? Банктан айымыз. Қылмыш? Қарызға өлетін ешкім жоқ. Ей, тұр. Бекава. Оның үшін левый адамдар бар, тиын жағын. Кет ұстаған бар. Кеттік. Жігіттер, саламатсыз ба? Отыра қойшы. Жігіттер, мен қазір бүкіл левый тірліктің бәрін тастадым. Жаңа өмір бастайын деп жатыр. Мына менің жұбайым Любовь аты. Мен арасында махаббат деп еркелетіп қойдым қазақша. Сол енді некеміз қидық, жақында тойымыз болады, ауылға келіңдер. Ауылға барып, мен өзім сол қой бағып, жылқы бағып. Извини. Қой құрсын. Нет, будем держать. Қой деймін? Будем держать. Ладно. Кейін сөйлесеміз. Жігіттер, серьезно. Менің үшені доставщиктарымды бір агенттер кеп ұстап алыпты. Енді менде басқа связь жоқ. Брат, бақытты болыңдар. Қайда кеттіңдер, шай ішіп кетсеңдерші. Бела. Жаным, өзіміз отырып шай ішейік, қазір әділдері басталады. Бүйтіп ақша іздеп қаңғырғанша бар ғой. Онда достойны бар, батыла салайық. Барсақ бар. Мен бір жаққа соғыс шығуым керек қазір. Онда сол жерде кездесеміз. Кеттік. Сәлем. Тағы да көрді. Мен саған сау деп айтуға келдім. Өкінішке орай басымда бір проблемалар болып жатыр. Жоқ, сенің кестірген емес. Көзімнің аңқаулығымның кестірген ғой. Үшім, негізі сенмен тілдей сөйлесе алмағанның өкінем. Қош бол. Жігіттер кек қалсындар. Ақша қайда? Ақша жоқ. Қалай жоқ? Сенің құлың бұл өмір сүргенше атлас алғанымыз артық. Сен менің оған қай жекен білесің ба? Сол жерге апарып көмем оны ше. Алма, кетті, думала. Жұмыс. Туф, кайфтың бәріміздің ғой сен. Қане, громко қос. Алло? Да? Алло, Шоқан. Айгерім, оянды тез кел. Біз сені күтеміз. Табан, но мен телефон емес қой. Қане алып кет. Ағаға айтса бола ма? Әйгерім деген 7 жыл бойы комада жатқан қыз ғой. Сол тіріліпті барып келсе бола ма? Мен оғы соңғы рет көруім керек. Барып келеші өтініші. Барса барып келсін. Тірілді деген сөзді мен ғана түсінетін шығармын. Одан басқа адам ешкім түсінбер. Жарай, барсаң бар. Сен қайда бара жатсың? Сен отыр. Сен қаласың осы жерде. Қане. Давай.
жасар. 15 жасар астаналық бойжеткен 7 жыл бойы комада жатып, бүгін сап-сау болып оянды. Және оянған соң ата-анасын немесе туған туысқанын іздемей, 7 жыл бойы бас бостандығынан айырылып келген азаматпен көрісуін тіледі. Өмірге жаңа келген бойжеткеннің халыққа айтары бар. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Балам, сен бізді кешір. Айналайын. Сен бізді кешір. Түсінбедім. Әйгерім бізге бәрін айтыр. Сәлеметсіз бе? Әйгерім. Сізге үлкен рахмет. 7 жыл бойы менімен ешкім сөйлеспеп еді. Бір тұңғиықта адасып жүргенде болдым. Сіз келіп, менімен сөйлескен сайын сол дауыстың артына еріп жүре бердім. Сөйтіп, міне, ояндым. Кешір мен, Әйгерім. Неге кешірім сұрайсыз, сіздің кінәңіз жоқ қой. Дәрін ұрлыға сіз емес екен, естіп біліп жаттым. Сіз емес екен, полицияға да, журналистерге де бәріне айттым. Тағы да кешір, айналайын. Есіл кеткен 7 жыл. Сенің ісің сотта тағы да қаралады. Қайта қаралатын болды. Осы жаңа ғана сот процесі аяқталды. Оған 7 жыл жазықсыз бас бостандығынан айырылғандықтан мемлекет тарапынан үлкен қомақты қаржы, өтелген жылдары компенсация ретінде қаржы төленетін болады. Сонымен қатар оқуын қайта жалғастыруға рұқсат етіледі. Аға, ақша береміз деп жатыр ғой. Сізге қарызымыз қайтара аламыз. Ол ғой қайтарады. Ал сен ше? Сен не берерсің? Аға, ремонттан көмек керек болса көмектесем ғой. Жапшы аузыңды. Бір жыл келсінде көреміз сосын. Сіздермен болған жалғасы бар жарқынай, Мұхаммедияр Ердәулет, арнайы Тау ТВ үшін. Жақсы күнде жолыққанша. Аға, күттірген қай етпеңіз, Естен кетпейді. Бұл не? Ақша ма? Ақша. Өзі ақшаның бұл жалғызсыз екен. Ашылмашын. Керемет. Бұны аздау ғой жүкті. Ішіне 2 мың теңге жетпей аға. 2 мың теңге жетпейді? Оны не істедің? Таксимен келген оқшы. Таксимен келдің ба? Бір құлсымды жүрді. Жарайды, ішің етті, кешірдім. Сау бол, аға. Сау бол. Ана суық қарыңыз көңіл жерге тастамасаңшы. Жарайды, рахмет ескерткеніне. Ойыншық екен қайдан білсін? Келесі сұраққа көшсек, өзіңіздің оқуыңызды қайта жалғастыруға мүмкіндік берді. Енді жалғастыратын шығарсыз. Ол сәттер енді қанша талпынсаң да қайтып келмейтін кездер. Дегенмен, мен өзімнің өміріме осылай болғанына мен еш өкінбеймін. Ал енді оқуға келетін болсақ, мен оқымаймын деп шештім. Неліктен? Себебі мен мобилографпын.